Сәлеметсіздер ме? Гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Егер де каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Біздер бүгін сіздермен осы гүлдерге өте пайдалы екі тыңайтқыш туралы айтатын боламын. Бұл гүлдердің өсуіне, жапырақ шығаруына және гүл ашуына көмектеседі. Қазіргі осы көктем мезгілінде біздің гүлдеріміз өте қарқынды, белсенді өсіп жатыр. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Көп өскіндер шығарып жатыр, көп жапырақтарын беріп жатыр. Сондықтан да біз сол гүлдерімізге көмектесу үшін гүлдерімізге 2 жетіде 1 рет, немесе 7-сіне 1 рет оның топырағының кебуіне қарай осындай қоспалар беріп гүлдерге көмектесіп тұруымыз керек. Бұл енді қазіргі менің айтайын деп отқан қоспам гүлдердің тез тамырлануына да өте жақсы көмектеседі. Бұл тыңайтқышты 3-те 1 десек те болады, яғни орыстар 3 в 1 дейді. Бұл янтарь қышқылы, өздеріңіз жақсы білесіздер. Бұл янтарь қышқылын біз кәдімгі дәріханаларда сатып ала аламыз, өте қолжетімді бағада, арзан. Бұл янтарь қышқылының бізге 2 түйірі керек. Оны біз қасықпен езіп аламыз. Бұл тез езіледі, бірақ езілгенмен бұл янтарь қышқылы суда тез ере қоймайды. 3-те 1 деп отырғаным, бұл гүлдердің тамырына, гүлдің өсуіне және гүлдің гүлдеуіне, тез гүл ашуына өте жақсы көмектеседі. Міне енді біз янтарь қышқылын езіп алдық. Енді осыны кәдімгі жылы үйде тұрған, тұнған, бөлме температурасындағы суға салып, жақсылап тұрып шайқаймыз. Бұл суда ере қоймайды, жаңа мен айттым. Біз менің осы видеомда мен айтып отырамын, гүлге тек қана тұнған бөлме температурасындағы суды беруіміз керек. Бірден краннан алынған су, ол салқын су, ол гүлдерге жақпайды. Екінші біздің қосатын тыңайтқышымыз ол биогумус. Мен бұл биогумусты алғаныма 1 жылдай болды. Сіздерде гүлдер дүкенінде сатылады бұл. Бұны алып қойсаңыздар, сіздерге ұзаққа кетеді бұл биогумус. Енді бізге бұл биогумустың 3 миллиграмы керек. Екеуін араластырып, жақсылап тұрып шайқаймыз. Бұл биогумуста көптеген микро-макро элементтер өте көп. Сондықтан да бұл гүлдердің тез қарқынды өсуіне янтарь қышқылымен араласа отырып, гүлдердің гүл ашуына жақсы ықпал етеді. Биогумуста көптеген фосфор, калий, магний, кальций, айта берсек өте көптеген элементтер бар. Сондықтан да бұл биогумусты янтарь қышқылынан бөлекте өзінде мен бере беремін. Бұл маған өте жақсы ұнайтын бір тыңайтқышымның бірі. Сондықтан да бұл биогумусты сіздерге де гүлдер дүкенінде болса алып, осындай гүлдеріңізге пайдалансаңыздар болады дегім келеді. Бұл және де биогумусты бақшадағы еккен қызанақ, қияр сияқты бау-бақшадағы өсіріп жатқан біздің көкөністерімізге де өте пайдасы көп. Бұл биогумус тағы да гүлдердің хлороз ауруына, жапырақтарының сарғаюына да өте жақсы көмектеседі. Бұл тыңайтқыштарды 7-сіне 1 рет, немесе 2 жетіде 1 рет беруге болады. Ал егер де сіздер басқа тыңайтқыштармен араластырып беретін болсаңыздар, онда 1 жеті өздеріңізге ұнаған тыңайтқыштарыңызды бересіздер. Топырақ кепкеннен кейін келесі жетте осы 2 тыңайтқышпен қосылған қоспаны берсеңіздер болады. Ал одан кейінгі топырағы кепкеннен кейін биогумустың өзімен де суара берсеңіздер, гүлдеріңіз осы көктем мезгілінде, жаз мезгілінде өте жақсы өсетін болады. Енді мына жерде менің гүлдерімнің барлығының топырағы кепкен. Мен алдын ала су құйып алмаймын, бірақ көбісі гүл өсірушілер алдын ала су құйып алу керек, содан кейін барып тыңайтқыштар беру керек деп жатады. Мен өзім, егер сіздер күмәнданатын болсаңыздар, ол кезде алдын ала суарып барып, осындай
тыңайтқыштармен суарсаңыздар болады. Ал мен алдын ала суармай осылай тыңайтқыштарды бере беремін. Жаңа мен айтып кеттім, бұл тыңайтқыштар гүлдейтін гүлдерге өте жақсы көмектеседі деп. Міне өздеріңіз көрсеңіздер, қыстай өспей тұрған менің мына герань гүлімді мен күн жылынғаннан далаға шығарып қойып едім. Уже міне гүлін шығарғысы келіп тұр. Осы герань гүлдері, орхидея, антуриум, женское счастье, әйел бақыты гүлдеріне осыны берсеңіздер, гүлдеріңіз жақсы гүлдейтін болады. Сіздерде осы екі қоспаны гүлдеріңізге беріп пайдаланып көріңіздер. Менің видеом сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Сіздермен болған бақыт, сау саламатта болыңыздар.